Бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың қазақ тілінің 9 тарауының 5 параграфын өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Александрия кітапханасы. Бірінші тапсырма: мәтінді оқып стилін ажыратыңдар депті. Сіздер мәтінді бір оқып алыңыздар, мен оқып қойдым. Берілген мәтін ғылыми танымдық стилде жазылған. Ол тарихи деректерге сүйеніп, оқырманға нақты ақпарат беруге бағытталған. Енді біз астындағы сұрақтарына жауап береміз. Мәтіннің Александрия кітапханасының тарихынан қандай әсер алдыңдар? Екінші, ғұламалардың патша дәрежелес өмір сүргені нені білдіреді? Үшінші, сендердің ойларыңша сондай үлкен кітап қорын сақтап қалу үшін адамзат не істеу керек еді? Бірінші сұрақтың жауабы: Александрия кітапханасы әлемдегі ең алғашқы ғылыми кітапхана ретінде белгілі. Ол тек білім жинақтау орны ғана емес, ғылым мен өнердің орталығы болды. Алайда бірнеше рет қасқана өртеу және соғыстардың салдарынан жойылды. Оның жойылуы адамзат өркениетіне үлкен зиян тигізді, өйткені көптеген құнды қолжазбалар жоғалды. Екінші сұрақтың жауабы: бұл ғылым мен білімге деген жоғары құрметтің белгісі. Ол дәуірде ғалымдар ерекше мәртебеге ие болып, патша сарайында тұрып, ғылыми жұмыстарын жүргізуге барлық жағдай жасалды. Бұл олардың қоғамдағы рөлін айқындап, білім мен ғылымның маңыздылығын көрсетеді. Үшінші сұрақтың жауабы: адамзат мұндай құнды мұраларды сақтау үшін кітаптарды көшіріп сандық форматқа ауыстыруы керек еді. Сонымен қатар кітапханалар мен архивтерді қорғау, оларды соғыс пен табиғи апаттардан сақтандыру шараларын жасау қажет болды. Қазіргі таңда цифрландыру бұл мәселені шешуге көмектесіп отыр. Екінші тапсырма: оқылым мәтінінен үстеулерді тауып, мағыналық түрлерін анықтаңдар депті. Мәтіндегі үстеулер: тікелей, амал-мақсат үстеуі; аз уақытта, мезгіл үстеуі; мәңгілікке, мезгіл үстеуі; мүлдем, болымсыздық үстеуі; көп, мөлшер үстеуі. Үшінші тапсырма: мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді түзетіп, редакциялаңдар. Білім бір жерде кітап көбейеді, кітап бар жерде білім өркендейді. Осылай жазыпты. Бұл жерде орфографиялық және пунктуациялық қателер бар. Мәтінде сызықшалар қалып кеткен. Білім бар жерде кітап көбейеді, кітап бар жерде білім өркендейді. Кітапханаларға деген көзқарас сол қоғам мүшелерінің білімге деген көзқарасының өлшеуіші болып саналады. Кітап білім байлығы ғана емес, рухты оятатын, ой-сананы өсіретін қымбат қазына. Кітапхана сол қазынаның алтын діңгегі. Халқымыздың рухани-мәдени ой-санасының қалыптасуы мен дамуында кітапхананың атқарар рөлі ерекше. Төртінші тапсырма: оқылым мәтініндегі ақпараттармен кестені толықтырыңдар депті. Александрия кітапханасының негізін қалаушылар: Птолемей Сатир және оның ұлы Филадельф. Кітапхананың негізі қаланған уақыт біздің заманымызға дейін 332-331 жылдары. Сол кездегі кітапхана қоры 4000 том қолжазба және 90.000 түпнұсқа. Кітаптың жиналу жолы: көшіріп жазу және қалаға келгендер кітап сыйлау міндетті болды. Ең жоғары лауазым иесі Филадельф патша. Кітапхананы жаңғыртудағы ЮНЕСКО-ның рөлі: 20 ғасырда қайта қалпына келтірді, кітап қоры толықтырылды. Бесінші тапсырма: Александрия кітапханасы туралы қосымша мәліметтер қарастырып, қызықты 5 дерек жазыңдар. Үстеу түрлерін ажыратыңдар депті. Әлемдегі ең алғашқы ғылыми кітапхана. Александрия кітапханасы тек кітап сақтайтын орын емес, ғылыми зерттеу орталығы болған. Мұнда астрономия, медицина, философия және математика салаларында зерттеулер жүргізілген. Кітап жинаудың ерекше тәсілі: кеме тоқтайтын айлақтарда келген әрбір қолжазба кітапханаға алынып, көшірмесі жасалып, түпнұсқасы қайтарылатын болған. Өртенуінің жұмбағы: кітапхананың жойылу себебі нақты белгісіз. Кейбір деректерде Юлий Цезардың шабуылы кезінде өртенгені, ал басқаларында мұсылман билеушісі Омардың бұйрығымен жойылғаны айтылады. Ғалымдардың алтын дәуірі: кітапханада ұлы ғалымдар жұмыс істеген, соның ішінде Архимед, Евклид және Гиппарх та болған.
қайта жандануы. ЮНЕСКО-ның қолдауымен 2002 жылы жаңа Александрия кітапханасы ашылып, ол әлемдегі ең үлкен ғылыми және мәдени орталықтардың біріне айналды. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастайық.